Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тапанжи тамағын жасайтын боламыз. Осындай өте әдемі, өте дәмді жұп-жұмсақ тауық еттерінен тапанжиді бірге жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі тауықтың сан еті, және де картошка, сәбіз, бұрыш, пияз және де чеснок керек. Тауықтың сан етін жақсылап тұрып, ірі етіп турап аламыз. Өте ұсақ турауға болмайды, ірі етіп тураймыз осылай. Мінекей, етімізді жақсылап турап, дайындап алдық. Енді осы тураған етімізді суға салып қайнатамыз. Бастапқыда суымыз салқын болуы керек. Көп қайнап, толықтай пісу міндет емес, бір қайнағаннан кейін көбігін аламыз. Оған дейін біз көкөністерімізді турап аламыз. Көкөністерімізді де үлкен ірі етіп тураймыз. Барлығының өлшемі бірдей болу керек, бірдей пісу үшін. Тура осы көлемде сәбізімізді де тураймыз, бірақ сәбізіміз картошканың көлемінен сәл жұқалау болуы керек. Өйткені сәбіздің пісуі көп, біраз уақыт алады. Келесі бұрышымызды тураймыз, оны да үлкен ірі етіп тураймыз. Келесі пиязымызды тураймыз. Пиязды да ірі етіп үлкен қылып тураймыз. Келесі чесногымызды тураймыз. Мінекей, барлық көкөнісімізді турап болдық. Енді жаңа қайнаған тауығымызды сүзіп аламыз. Келесі қызып тұрған қазанымызға май құямыз. Жаңа турап алған ингредиенттерімізді қосып қуырамыз. Мінекей, қазандағы майымыз әбден қызғаннан кейін бір ас қасық қант саламыз. Қантымыз осылай қызарып, қоңыр түске енеді. Бұл дегеніміз ерекше түс және де дәм береді. Бұл тапанжидің басты қағидасы. Жақсылап араластырамыз. Мінекей, томат пастасын қосамыз. Үстіне пиязымызды және де сәбізімізді қосып қуырамыз. Үстіне картошкамызды саламыз, жақсылап тұрып қуырамыз. Араластырып, бетін жауып, бір 5-7 минутқа жақсылап тұрып майға қуырып аламыз. Ең басты ингредиентіміз үстіне жаңағы тапанжидің арнайы дәмдеуіштерін қосамыз. Тура осылай кішкене қуырылғаннан кейін үстіне су құямыз. Майға міндетті түрде 5-7 минуттай қуырылуы керек. Міне, суымызды құйдық, жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Сәл пысыңқыраған кезде үстінен жаңағы тураған бұрышымызды саламыз. Мінекей, астыңғы отын баяулатып, 10-15 минуттай қойғаннан кейін міне тапанжимыз дайын болды. Мінекей, біздің тапанжимыз дайын. Осындай өте әдемі, иісі де керемет, дәмі де керемет, жұп-жұмсақ тапанжиді үйлеріңізде жасап көріңіздер. Өте дәмді рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.